Сәлеметсіздер ме? Мен тікелей эфирге кіріп осы тақырыпты қозғағым келген. Бірақ көптеген адамдарға видео түрінде болған ыңғайлырақ шығар деп осындай қарапайым видео ретінде шығарғым келіп тұр. Яғни бұл видеоның тақырыбы өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай ағылшын үйренудің 6 әдісі. Енді бастайық. Бұл ағылшын тілін үйренудің көптеген әдістері бар. Яғни мен осы видеода сол әдістердің нағыз керегі, жаңағы қандай әдістер көмектесетіндігі туралы айтып кететін боламын. Қысқа да нұсқа. Ең бірінші бұл ағылшын тілін үйреніп бастағанда әрине бейнеден бастау керек. Яғни сіз ағылшын үйренгенде ең қарапайым тілде оңай жазылған, сонымен қатар мультиктегі бейнероликтерді көрсеңіз болады. Егер сіз ағылшын тіліндегі фильмдерді, телешоулар мен бейнелерді көрсеңіз, онда сіз текке кеткен уақыт үшін өзіңізді кінәлі сана алмайсыз. Яғни ағылшын үйрене аласыз. Ағылшын тілінің субтитрі бар қарапайым фильмдерді немесе телехикаяларды қарауды бастаған жөн. Сонымен қатар біртіндеп фильмдерді, сондай видеороликтер көргеннен бастап, күннен-күнге уақыт өткен сайын субтитрсіз бейнелерге көшу керек. Екінші, қазіргі уақытта ағылшын тілін үйренемін деушілерге көптеген программалар жасалынған, яғни бағдарламалар баршылық. Мысалы, солардың бірі танымал программалардың бірі, яғни Skype. Skype'да оқыту қазірдің өзінде кеңінен таралған. Сондықтан сізге сәйкес оқу бағдарламасымен мұғалім таңдау қиын болмайды. Кәсіби мамандардан сіз жаттығуды таңертең тіпті кешке дейін жасай аласыз. Сонымен қатар осыдан кейін мен қандай бағдарламалар арқылы басқа шетел адамдармен сөйлесуге болады туралы сол бағдарламалар тізімін сіздерге ұсынатын боламын. Келесі, қазіргі уақытта онлайн курстар өте көп. Онлайн курсқа қатысар уақытында сіз өте жақсы түсіндіре алатын, жеңіл түсіндіре алатын, сонымен қатар аудио дейміз ғой. Яғни адамдардың сол курстар туралы не ойлайтынын, олар қалай үйренген туралы біліп алғаныңыз жөн. Келесі, тіл үйрену үйірмелеріне барыңыз. Тіл клубтары сізге ағылшын тілін сөйлеуді және ойлауды үйренуге көмектеседі. Яғни сіз тіл үйренуде офлайн түрде үйренесіз. Ол кезде сіз өз сұрағыңызды еркін түрде қоя аласыз. Шет тілдері клубтарына демалыс күндерде баруға болады. Күніңізді ағылшын тіліне бастап және аяқтауыңызға болады. Офлайн курстарда сіз адамдармен ағылшын тілінде практика жүзінде ағылшын деңгейіңізді көтеріп аласыз. Келесі, аудио тыңдарыңыз. Бейнеролик көреміз, яғни құлағымызды жаттықтырып аламыз. Одан грамматиканы оқимыз. Сонымен қатар аудио тыңдарыңыз. Яғни кітаптарды, подкасттарды, яғни және аудио сабақтарды тыңдау шетелдік сөйлеу тыңдаудың мінсіз дағдысының меңгеруді таптырмайтын және мүмкін жалғыз әдісі болып табылады. Нені тыңдау керек? Яғни сізге қандай тақырыптардағы, қандай жанрдағы аудиолар қызықтырады. Сол аудиоларды таңдап, соларды іздеп тыңдасаңыз болады. Мысалы, Telegram, VK және YouTube каналдарында өте көп. Келесі, оқу. Шетел тілін пассивті деңгейде меңгеру үшін кітап оқу жеткілікті. Кітап оқу бұл жаңағы аудио тыңдау сияқты өзіңізге қандай жанрда кітап ұнайды, сол жанрда оқуға болады. Ең бастысы есте сақтайтын нәрсе, ағылшын үйреніп жүрген адамдарды оңай жазылған және өзіңіздің деңгейіңізге байланысты жаңағы кітаптардың деңгейіне қарай оқысаңыз болады. Келесі, егер сіз ағылшын тілін сабақ беретін болсаңыз, немесе ағылшын тілінде еркін сөйлегіңіз келсе, онда сіз жаңағы параллель мәтіндегі кітаптарды алуыңызға болады. Яғни бұл параллель мәтіндер әдісі деп аталынады. Кітап бетін екі бағанға бөлінген. Оның біріншісі шет тіліндегі мәтін болса, екіншісі шығарманың орысша немесе қазақша нұсқасы. Бұл әдіс көбінесе кәсіби аудармашы болғысы келетіндерге осы параллель мәтіндерде оқу әсіресе пайдалы болып келеді. Егер сізге осы видео ұнаған болса, онда лайк басып, астына пікір қалдырған болсаңыз өте қуанышты болар едім. Бұл видеода қатысып көрмеңіздер, мен жай аудио қосып, сіздерге барынша пайдалырақ болатын осындай
видеоны дайындаған болатынмын.